Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы функцияның өсу және кему аралықтары. Оқу мақсаты функцияның аралықта өсуінің, кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын білу. Функцияның өсу және кему аралықтарын табу. Оқушы оқу мақсатына жетеді егер функцияның өсу, кему аралықтары мен туындысының арасындағы байланысын анықтау. Функцияның туындының көмегімен өсу немесе кему аралықтарын табу алгоритмін білу. Функцияның аралықта өсуінің немесе кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын білу және оны есеп шығаруда қолдану. Функцияның өсу және кему аралықтарын зерттеу. Егер А және Б аралығының әрбір нүктесінде fx функциясы артық нөлден теңсіздігі орындалса, онда функция осы аралықта өспелі болады. Егер А және Б аралығының әрбір нүктесінде fx функциясы кіші нөлден болса, онда функция осы аралықта кемімелі болады. Функцияның өсу және кему аралықтарын табу реті. Біріншіден функцияның анықталу облысын табамыз. Екінші, функцияның бірінші туындысын табамыз. Үшінші, кризистік нүктелерін анықтап, анықталу облысының осы нүктелерімен бөлінген аралықтарында бірінші ретті туындының таңба тұрақтылығын анықтаймыз. Енді мен осы алгоритм бойынша сіздерге мысал түсіндіремін. Бізге fx функциясы берілген, яғни fx-тен 2x квадрат азайтылған 4x қосу 5 функциясы беріліп тұр. Осы функциядан туынды табамыз. Туынды, яғни 2x квадрат функциясының туындысы бізде 4x болады. 2-ның алдына көбейтіледі. 4x функциясының туындысы бізде 4. Сонда 4x азайтылған 4, 5-тің туындысы бізде 0 болады. Енді осы туындыны 0-ге теңестіріп жазамыз. 4x азайтылған 4 тең 0-ге. Арғарай шығарамыз. 4x тең минус 4-ті біз теңдіктің 10 жағына қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. Яғни 4x тең 4-ге. X тең 4 бөлу 4 тең болады 1-ге. Енді осыны біз интервалға саламыз. Яғни бір интервалда бір функция x бізде 1-ге тең болғандықтан 1-ді аламын. Енді мен осының таңбаларын анықтау үшін мен 1-дің оң жағынан 2 деген санды апарып туындыға қоямын. X-тің орнына. 4 көбейтілген 2 ол бізде 8 азайту 4 тең 4-ге. Таңбасы оң таңба болды. Екінші, 1-дің сол жағынан, яғни минус шексіздік жақтан мен 0 деген санды алайын. 0 санын апарамын, туындыға апарып қоямын. 4 көбейтілген 0, 0 болады. 0 азайтылған 4 бізде таңбасы минус 4, яғни таңбасы минус, теріс таңба. Енді осы функцияда бізде ереже бойынша, егер де функцияның туындысының таңбасы теріс болса, яғни бізде ол функция кемімелі болады. Егер туындының таңбасы оң болса, онда бұл аралықта функция өспелі болады. Яғни бұл бізде функция минус шексіздіктен 1-ге дейінгі аралықта кемімелі функция болып тұр, және 1-ден плюс шексіздік аралығында өспелі функция болады. Келесі балалар, мен сіздерге осы тақырып бойынша 3 мысал есеп беремін. Маған оны WhatsApp желісінде кері байланыс жасап орындайсыздар.